Жаңа технологиялар біздің өмірімізді жеңілдеткені, еңбек өнімділігін арттырғаны шындық. Дегенмен, ата-ана ретінде смартфон, планшет сияқты құрылғылардың балаңызға тигізетін кері әсерін білуіңіз керек. Бүгінде кез келген баланың қолында мобильді құрылғының жүруі қалыпты жағдайға айналып барады. Бұл мақтанарлық та, қуанарлық та жағдай емес. Себебі смартфонның кері әсері балалардың дамуын тежейтінін ғалымдар дәлелдеп отыр. Балаға смартфон ұстатпаудың бірнеше себебін айтып өтейік. Бала қолында смартфонның болуы қаншалықты қажет болса да, ол ата-ана мен бала арасындағы байланысты бұзады. Санасы енді жетіліп келе жатқан балаға табиғи тығыз қарым-қатынас ауадай қажет. Баламен табиғатта жиі серуендеу, үйде көп әңгімелесу арқылы ғана байланыс жасалады. Сізбен емес, смартфонмен сырласатын бала өсіруді мақсат тұтпасаңыз, қолына смартфон ұстатудың алдында ойланыңыз. Смартфон баланың шығармашылық, оның ішінде креативті ойлауын тежейді. Смартфондағы түрлі ойындар мен бағдарламаларды қолдануға мүмкіндік алған баланың шығармашылық ойлау процесі тоқтай бастайды. Әсіресе ойындардың қаупі зор. Олардың ойлауын тежеумен қатар оптикалық сенсорлық дамуына кері әсерін тигізеді. Көбінде баланың іс-әрекетінің баяулайтынын байқауға болады. Бала ұйқысының бұзылуына себеп болады. Ғалымдардың зерттеуінше, смартфон жатын бөлмеде болған жағдайда ұйқысының қанбауына, ұйқыға кеш жатуы мен шаршаңқы болуына бірден-бір себеп болады. Баланың уақытылы ұйықтап, келесі күнге миының тынықтыруы оның өсуіне маңызды екенін білесіз. Алайда оның қолында смартфон болса, осы мақсатқа жете алмайсыз. Яғни смартфон балаға өз іс-әрекетінің салдарын ойлауға мүмкіндік бермейді. Қазіргі таңда жеткіншектер өзара қарым-қатынасты түрлі чаттарда жазысу арқылы жасайды. Смартфонды пайдалану арқылы жылдам жауап беруге дағдыланады. Жылдам жазам деп ойланбай жауап беретін жастар өсіп келеді. Сондай-ақ смартфон баланың оқуға деген қабілетін төмендетеді. Баланың білімге деген құштарлығының төмендеуіне сабақ уақытында ойының басқа нәрсеге бөлінуі себеп екенін мұғалімдер де жиі айтып жүр. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, смартфон құрылғыларын көп пайдаланатын баланың математика және физика пәндері үшін қажетті дағдының қалыптасуын бұзады. Яғни смартфонға жақын болған балалардан нақты ғылымға әлсіз жеткіншектер өседі. Смартфонға тәуелділік қалыптасады. Планшет баланың психикалық саулығына әсер етеді. Мамандардың айтуынша, балалар арасындағы депрессия көп жағдайда интернет пен смартфон секілді құрылғыларды пайдаланудан болады дейді. Смартфондағы ойындарда жиі қорқытып үркіту орын алады. Бұл оның психикасына кері әсерін тигізеді. Сондай-ақ балаңыздың физикалық саулығына зиян. Смартфонды пайдаланушылар бір орында қимылсыз отырады. Бұл жеткіншектің дене бітімінің дұрыс өсуіне, қалыптасуына кері әсерін тигізеді. Олар таза ауада көп қимылдауы тиіс. Соның салдарынан арқаның қисаюы, көзінің көруінің нашарлауы, артық салмақ жинау және тағы басқа аурулар табылуы мүмкін. Сондай-ақ мінез құлқы өзгереді. Смартфонды күніне 2 сағаттан артық пайдалану бала эмоциясының өзгеруі мен әлеуметтік мәселелерінің тууына үлкен себеп болады. Мінезінде тұйықтық пайда болады. Балаға зорлық-зомбылықты үйретеді. Смартфон арқылы түрлі зорлық-зомбылық ойындар, чаттар немесе интернеттегі әдепсіз видеоларды жиі көретіндіктен агрессивтілік пен агрессивті мінез құлықты қалыптастырады. Бүгінгі айтылған пайдалы ақпараттар кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.